мә 11-ден давай онда жетеді болғанда помню. Жалпы дисплазия дегеніміз баланың ұршықтарына байланысты. Дисплазияның расшифровкасы дисплазия тазобедренного сустава. Ұршықтың дамымауы, ұршықтың дұрыс орналаспауы, әлде ұршықтың вообще мүлдем болмауы, Ұршық вообще болмауы да мүмкін бе? болады. Аплазия деп аталады. Ұршық вообще болмауы. Олар вообще жүре алмай ма? Жүрмей ме ондай олар? В дальнейшем дамытады ғой, туған кезде ұршық сразу болмайды. Бір балдада вообще болмайды, уақыт өте өтеді. Ұршықтың вообще дисплазияны 6 айға дейін УЗИ-мен тексереміз. 6 айға дейін? УЗИ тазобедренного сустава. 6 айдан кейін рентген тазобедренного сустава. Жалпы дисплазияның екі түрі бар. Біріншісі, екі головкасы де бар, бірақ ұршықтың орналасуы дұрыс емес. Екі түрі бар. Екі головкасы де бар, бірақ ұршық деген ұршықтың басы. Головкасы де бар, бірақ ұршықтың орналасуы дұрыс емес. Вертоложная впадинада проблема бар. Головкасы бар, бірақ ұршықтың орналасуы дұрыс емес. Мысалы, мына жерде ұршықтың басы. Сызып тастағаны мына жерде впадинасы дұрыс болмайды. Тазобедренный суставта кармашка сияқты болады. Сол жерге ұршық кіріп тұрады. Мысалы, мына жерде ұршық екеуі де бар, мынау дұрыс дамымаған болуы мүмкін. Дұрыс көрмейді. Мына жердегі дұрыс дамымаған болуы. Енді екіншісінің өзінде гипоплазия бар и аплазия бар. Гипоплазия. Бір ұршығы бар, екіншісі жоқ. Гипоплазия сосын? Гипоплазия. Бір ұршығы бар, екіншісі жоқ. Екіншісі жоқ. Екіншісі аплазия, вообще екі ұршығы да жоқ. Аплазия. Бұлардың атын білуі негізі керек, потому что кейде назначение распоряд. Аплазия дейді, массаж тазобедренного сустава, ЛФК, 15 күн, 10 күн дейді. Өйтіп не қарап, аплазия. Не ол деп мамасына сұраған, мен ұят болады. Айтады, түсінеміз, аплазия, значит, екі ұршығы да жоқ. Гипоплазия, бір жағында жоқ, бір жағында бар деген сияқты. Оларға кәдімгі мана массаж істей береміз бе? Иә. Просто тазобедренный акция көбірек қоямыз. Тазобедренный жаттығулар побольше жасаймыз. Жаңағы бүйтіп. Аплазия көрген, электрофорез, кальциймен. Аплазия болса, я кальциймен электрофорез беремін. Жазған бойда бар, сәл тоқтап кетмеші. Тоқтап, каждый массажын көрсетіп. Жоқ, бірінші жазылай, сосын қазір, чтобы сразу көрсетіп істейтін. Түсінікті болсын, мен Так. Жалпы дисплазияның емі массаж, ЛФК, электрофорез. Сосын біреулерде даже магнитотерапия береді. Но біздер мысалы ондай жоқ. Ол аппарат па? Тоже аппарат. Мысалы мен ондай қолданбаймын. Мен чисто массаж, ЛФК, электрофорез керек кезде қосам, а так көп қоспаймын. Одан дұрыстала ма? Аппараттарды обязательно қолданып? Ол просто қан айналым масақында. Электрофорездің өзі просто қан айналым масақында. Электрофорездің 100% күшті болып кетпейді. Даже біреулер парафин қосады. Но даже сақтымыз ғой. Но парафин негізі тонусы барға қосып, негізі тонусы жоққа қосу. Гипотоничный балдарға парафин қосуға болмайды, по идее. И так бүйтіп жатыр. Иә. Но бізде направо-налево парафин жасайды. Сосын өзінің де нелері бар, минустары. Сосын оның көп ашылмай шықса мен. Просто имели в виду немен жасау. А бізде в данном моменте массаж ЛФК. Бізде жоқ болса, неме массажбен жасай беру. В основном
100% массаж береді. Айтасың ба, менде электрофорез жоқ. Біреулер болып настаивает. Мен только электрофорез. Маған айтты электрофорез, мен сонымен аламын деген болады. Иә. Олар қыздыратын не ғой? Жабыстырып. Так, Негізі ол да болған дұрыс негізі алып алған. Сен ала алмайсың. Неге? Медициналық білім керек. Онда да қақырық шығатын кезде де өтпесіне да. Жалпы да көбісі береді. Ол назначение. Не істесін деп. Неврологический жаңағы мынандай хирургическийға. так, енді дисплазияның диагностикасын балада қалай жүргіземіз? Мысалы, біз ғана общий диагностика жасап жатырмыз ғой, сразу сол жерде дисплазияны қарап кетуімізге болады. Егер маған аяқ ұнамаса, мен досконально бәрін қараймын. Ашқан кезде бәрі нормально ма, размерін қарап тұрып бәрі нормально ма, мен досконально жерде қарамаймын, потому что нормально все. Алдынан қарағанда визуально колени бір-біріне келіп тұру керек, аяқтың размері бір-біріне келіп тұру керек. Бұл бір. Жазып ал. Колен и размер. Жоқ, басына сөйтші. Алдынан қарағанда диагностика, ТБС диагностика. Табасы. Диагностика. Тазобедренный сустав. Дисплазия тазобедренного сустава. Алдынан қарағанда тізелері бір-бірімен дұрыс келіп тұру керек, бірімен де жату керек. Тізе линиялары, аяқтың размері, Размері. бір аяқты фиксация жасаймын да ашып қараймын. Тазобедренді айналдыру. Егер дисплазия бар болса, ол жер ашылмайды. Или ашылған кезде ғырт деген дыбыс шығады. Уже ол жерде виртуозный впадина дұрыс емес, онда уже тіреп тұрып ашып тұр деген сөз. Тесік жағы. Қыртылдап ашып тұрады. Бірақ қыртылдағанда байқаңыздар, кейде біреулерде тізесі қыртылдайды. Сондықтан тізесін прям зафиксировать етіп, ананы ашқан кезде мына жақ уже бөлек дыбыс шығады, мына жақтан бөлек дыбыс шығады. Тесік жағы ма? До конца бермей сосын тық дедің ма, сен итермейсің, қыррррт еткіздің. Тық дедің ма, все, останавливаешься. Шена деген баланы есеконда қытыр ете алып көріңіздер, есіңізде болсын. Мен де естимін. Колено шығар, обычно колено қыртылдайды. Тазобедренный одан Не, нормально. қырт ете Жоқ, адамда өзінің несі дыбыстары болады. Ашқан кезде қыртылдағанда дыбыс болады. Итермейді сосын, до конца бермейді ол. Жаңа өзі ол ашылып тұрды ол. Оның ашылып тұр, кеше өзі істеді ғой. Одан кеше өзім көрсеткен жоқпын. Ашылып тұрды, ол просто несі бар ғой, сөйтіп несі айтқанда қырт ете алып бірден жер. Аяқта қыртыл-мыртыл болады, потому что ол кішкентай. Это нормально. Главное, тазобедренный қыртылдамау керек. Ол да бәрі нормально. Так, ашқан кезде айналып емінен ашылу керек. Дыбыс болмау керек, шылчок болмау керек қой. Шылчок болса, это в этой нашей ножке бірдеңе бар деген сөз. Сосын, Шақ қоды. мына аяқ полностью жақсы ашылады. Бір балдар тонусы бар балдар, немесе дисплазиясы бар бала болса, ашқан кезде тұрып қалады. Дальше бармайды, хоть убей бармайды. Все, мына жақ дұрыс ашылмайды. Немесе тонусы бар балдар, екі жағында ашса да ашылмайды. Уже мына жақпен жұмыс жасау керек деген сөз. Мысалы, ода дисплазия жоқ, просто тонусы өте қатты, емін-еркін ашпайды. Значит, по-любому мен оны ашып, аяғына көбірек акцент қойып, мынаны емін-еркін ашатын дәрежеге жеткізу керек. Тек дисплазияға ғана жасаймын деген ой болмайды да. Бүкіл балаға жасаймыз, тонусы бар қай жерде кімде проблема бар, сол жерге акцент қоямыз. Аштық, нормально. Сосын баланы осылай жатқызамыз да, тізесін осылай қоямыз. Астынан қараймын. Астан қарағанда, егер дисплазия бар болса, тізелер былай тұрады. Бір тізе жоғары, бір тізе төмен. Аха, все, өзім белгілеп алдым. Енді баланы ішке жатқызамын. Жатқызғаннан кейін ягодичный складка. Екі түрлі, дұрыс емес. Колено складки, екі түрлі. Аяқ размері, екі түрлі. Все дұрыс емес, уже дисплазия бар деген сөз. Ол жерде осының бәрін белгілеп алдым. Бүкіл балада сол жерлерде сызықтар ровно болу керек па? Самые основные ягодичные складки, коленные складки и размер аяқ. Мына жерде арасындағы складкалар ол маңызды емес. Жалпы жаңағыдай кутинің сызығы, жаңа ненің сызығы бәрібір. Ол балдарда, кейбір балдарда манағы бүйтіп тұрады ғой. Кейбір балдарда болады мынандай.
бүкіл тест бойынша бәрі идеально, бірақ ягодичный складка екі түрлі. Тоже болады ондай. Ол мышечный нелеріне байланысты. Мысалы, бала бір жағынан көп жыбырлайтын болса, екі түрлі складка болуы мүмкін. А бұның нормальный ғой. Иә. Сосын даже кейде мынандай болады. Дистониясы бар балдар. Бір жағында дистония болса, мына аяғы да жоғары көтеріп тұрады, тазобедрені бәрі көтеріп тұрады. Бірақ тест бойынша қарағанда бәрі идеально. Онда просто дистониядан болуы мүмкін. Мына дистониясын ашып, жауып, бәрін дұрыстаған кезде аяқ, жамбас бәрі орнына түседі. Просто біз, получается, қараймыз. Тест бойынша қарадым, бәрі нормально ма? Все. Онда мына жақтан дистониясы бар ғой, онда по-любому аяқ қисық болады, потому что тонус көтеріп тұрады ғой. Получается, егер тазобедренный бірдеңе ұнамаса, ортопед хирургқа жібереміз. Дыбыс болып жатса, например, да? Потому что біздер травматолог, ортопед емеспіз. Әр маман өзінің специальности бойынша қарау керек. Біз қазір мысалы қырқылдап маған ұнамай тұр, мен оны жібермей қалсам, ал вдруг ол жерде басқа бір асқына болуы мүмкін. Бостан-бос бұл ана баланың болашағына дұрыс істемейді. Сондықтан мамасына сөйтіп айтамын, мен мысалы сөйтіп айтамын, мен ортопед хирург емеспін, мен көзім рентген емес, маған да ұнамай тұр. Для себя просто УЗИ түсіп алыңыз, сізде 6 айға дейін сізге желательно УЗИге барып түсіңізші. УЗИ бәрі нормальный болса, просто массаж жасаймыз. УЗИ не нормальный болса, сізді ортопед хирургқа жіберіп жатса, барып қараңыз. Просто для себя. Бұл маған емес, сізге керек деп. Солай түсіндіріп айтқанда мамасы обязательно барады да түседі. Бәрі жақсы екен деп, уф деймін да, все, болды, жұмыс жасап беремін. Егер не то десе, уже акцент осы жерге көбірек қоямын. Бәрін жазалдық па? Нормально. Так, енді Жауын жазған балдарды жабысу деген ондай понимание. мына жері ұстаған кезде ауыра болса жабысып жатыр дейді ғой. Ол это просто миф. Арт жағында тонус жоғары көтерілгенде баланың қолдары былай тұрады, созылмайды. Мана мысалы Расулда бір қол емін екінші созылып, екінші қол байқады ма созылмайды. Это жауын жабысу деген сөз емес. Ол қисықтық қалай сонда? Просто тонус бір қолмен активно жұмыс жасайды, екінші қолмен жұмыс жасамайды, бұл шығып қалған. Мына просто ашық тяганы көрсетсем, жауын жабысы деген балдардың бәрі қолы шығып кетеді, әдемі. Тягасы әдемі болады. Көбісі жабысып қалып тұрмай деп. Ондайлар түсінбейді. Иә дейміз да, мысалы көріп тұрмыз ба, түсінетін мамаша түсіндіріп айтады. Мама сондай понимание болмайды. Просто баланың арт жағында тонус повышен, из-за этого ол осындайлар жатады. Қазір мысалы тягамен жұмыс жасаймын, арқасына массажын жасаймыз, бала нормально жатады. Егер түсінбейтін мамаша болса, иә дейміз да, қазір массаж жасаймыз, жаттығу жасаймыз, бәрі нормально болады. Лишний оған сөздің қажеті жоқ. Ыңғайын қарайсың ғой, табасың ғой, ақылға қалай подход жасау керек екен. Алдап дейсіз. Иә, потому что больше никак. Мен де сөйтемін, мысалы, түсінетін мамашыны бәрін түсінбеймін. Түсінбейтін ба, бостан-бос аузын шашып беремін. Иә деп білген істеймін. Так, енді, мысалы, алдын жағына массажын жасап алдық балаға да. Перекрестное разгибание жасаймын. Круговойды прям молынан жасаймын. Егер бала тонуста болса, маған емін ештеңе бермейді. Айқай ушу болады. Қайта жібітем, жаймендеп жібітем, ашам, ашпайды. Жаймендеп ашамда қағып жіберем. Жаймендеп ашамда қағып жіберем. Тонустағы балдар қақшиып қалып, аяқ бермейді, аяқтан қатып қалады. Сол кезде просто қағып жіберем, ұрғылап жіберем. Сол кезде бала кішкене босайды. Сол кезде ғана айналдырамын. Опять қағып жіберем, ұрып жіберем, потом әр жаттығуымды осылай жасап отырмын. Потому что маған көбірек жасатуым керек. Әр жасаған сайын уже более, әр күн сайын уже жақсы бере бастайды. Бірінші күн 3 күнге дейін прям күшті береді деп айта алмаймын. И просто осын жасауым керек. Поджимание, тонуспен босатам деген сияқты да. А неде дисплазияны қырт дейді. Но стараюсь вообще жасағанда дисплазияда да прям аяқты ішке қарай кіргіземіз. Жанға қарай ашамыз. Өтірік былай емес, а прям ішке қарай кіргіздім, потом только ашамыз. Сонда мен вертоложная впадина кірдім, потом только айналдырамын. А былай тұрғанда ол просто так айналдырады. Поэтому кіргіздім, айналдырдым, кіргіздім, айналдырдым. 30-40 рет айналдырдым ба, екінші аяғын дәл соң қайталаймын. Енді осы аяқты ұстайын ба, книжка ашам, жабам, ашам, жабам. Екінші аяғын дәл соң қайталаймын. Екі аяқты бір-біріне қосам да лодочкамен ашам.
сосын тонустагы балдар лодочкага тоже До ашып конца коем да. бардым да б или же Бергенинче, биринчи бергенинче, уже бала жайакысы бере бастайбы, уже жакшы ашам. Тонустагы балдар мисалы эмин-эркин бермейт. Тоже бергенче ашам да кичине вибрация берем. Кай жерде бермейт, вибрация менен жумуш жасайм. Кичине повибрировала, турам, бір положениеда. Кичине ашып көрсөтсөм. Опять айналдырам, опять айналдырам. Так, лодочка жасайм да, эки табан бір-бирине косуп. Айналдырам. Үстүнө кичине надавливать этем. Сосын осы положениеде мизинец бар ғой, ошакта прям орнына келтирет тоже. Ол жаттығу. Алам ба, тоже төменге түсірем. Енді ішпен жатқызам ба, ішпен жатқызғанда ягодицаны массажын прям молынан жасайм. Жағы қысылып, қыздырып тұрып прям. И ошақты ұстаған кезде сүйек байқалып тұрады. Дәл сол жерге прям точный массаж жасайм. Сол жерге жасайм. Жылап тұрады ғой, оны тоқталған жоқпыз. Жақсылап көтен қыздырамын. Прям қамыр елеген сияқты бәрін жасап, полностью қан айналым жақсартуға керек массажбен. Қағып жіберем деген сияқты да. А потом уже аяқтарымды жасадым ба, таза бедрені ұстаймын да, ішке қарай жинақтаймын супинациямен. Сен бана былай жасағатсың. Вот сол түсіндім. Ішке қарай. Супинациямен жасайын ба, осы положениеде тұра тұрамын супинация. Супинация болған кезде таза бедрені ұршық жақсы кіреді. Поэтому супинацияны побольше қолданамын. Супинацияға кірді, жата тұрамыз. Бақырып жылауы мүмкін, және де үйретеміз. Бергенше қайта 5 секунд болса да, 3 секунд болса да. Екінші аяғын тоже самый қайталаймын. Ішке бауырына жинаймын, супинациямен ұстаймын, супинацияда кішкене тұра тұрамын. Так, потом могу таза бедренді ашып, тізе жақтан көтеруге. Так, ана көтеруге. Мысалы, бағып жатыр ғой. Аяғын бүктім ба, осылай супинациямен мына жақтан жай ғана көтеремін. Қатты емес, жай ғана. Ішпен жатқан кезде тізесі көтерілу керек. Көтерілді. Екінші аяқты тоже самый. Аспанда тұрып көтерпеймін, жерде жатқан кезде бала аяғыма тізесін жайында көтеремін. Тізесін мына жерге дейін манағыдай отырып қайырып көтеремін до конца. Жерде мысалы жатыр ғой, и мына жақтан көтеремін. Сосын могу поза лягушкаға қойып, осы положениеде тұра тұруға. Жайында вибрация берем, поджимание берем. Тізесімен тұра ұстаймыз, иә? Тізесі полностью ашық жатыр. Былай жатыр. Бақа сияқты? Бақа сияқты. Поза лягушки. Поза лягушкамен жатыр. И осымен раскачка жасаймыз. Так, сосын допта, фитболда тоже осы побольше жасатам. Поза лягушкаге тоже жасатып қоюға болады. Фитбол мен әйтеуір жұмсақ болғаннан кейін осын побольше жасатам. Просто тазабедренный болған кезде акцентті сол жерге көбірек қоямын. Мысалы, балада мойны денесі бәрі дұрыс, тек аяқ қана проблема ма? Полностью массаж жасап келе жатырмын ба, аяғына тоқталдым ба, біраз жасадым да, массажын жасадым, жаттығуын көбірек жасадым, үстін бәрін бітірдім, аяғына бардым ба, жасадым да, опять айналып келем де қайттан жасаймын жаттығуын. Алдыда, артта, фитболға барам ба, қайттан ашам, қайттан келем ба, қайттан ішпен жасаймын, артымен жасаймын. Просто оны көбірек жасау керек. Мамасы тапсырма беру. Каждый памперс ауыстырған сайын балаға аяғын 40-50 реттен айналдырып тұр. Екінші аяғын тоже самый. Прям өзім ұстап көрсетемін. Ұстадық аяғын. Ойбай, мен қорқам, үйтем десек, оны міндетті түрде жиі жасау керек. Сол кезде қан айналым жақсарады. Оны жиі жасамайтын болса, ол әсері болмайды. Бір балаға мысалы 45-50 минут жасаймыз ғой. Каждый мысалы аяғына 5 минут кетеді. Қолына, ішіне мысалы. Мысалы жаңа Мен қазір бір аяғым типа отырып 15-20 минут өткізілсін. Ұйқысың ондайға не болмайсың ғой? Уақыт не істемейсің. Мысалы, бір жаттығуды 8 рет жасадым делік. Бір жаттығуды сипалап алдым, мынаны жасап алдым. Тоже 8 рет. Үстіндегі 8 деп сана, астындағысын 8 деп сана. Мынаны мысалы жаттығуларын бар, бәрін 8-8-ден жасай берші. Қолыңа жеткенше. Сен уже қолыңа жылдамдық кіреді, уақыт өтеді. Уже тез жасайсың. Мына мысалы бірінші бала болғаннан кейін асықпай, емін-еркін біздерден
асықпай отырды. Өйтіп отырмаймыз әйтеуір біз жұмыста. Потому что уақыт жоқ. Тез шабасыз. Тез қырық бес. Бүкіл жеріне 8 жасадық па, тек аяғына келген жерде отырамыз. Побольше. 45 минут көп емес па? 15-20 минут істейтін массажда. Сен просто массаж істемейсің. ЛФК-сын осы жерге оқып жүрсің арасында. Сен просто массаж Бәрін істемейсің. сонда 45 минут бар. Бар, 45-ке жеткізе алмай қаласың. Мысалы жаңа 1 сағат қалай кетіп қалғанын білген жоқпыз. И то біз жартысын ғана жасадық. Жартысын жасаған жоқпыз. Енді ойла өзің. Бізде просто массаж жасамаймыз, біздер массажын да жасап жатырмыз. ЛФК бойынша жаттығуында жасап жатырмыз. Фитболмен де жұмысымызды жасап жатырмыз. Қолдық хендлингімізде жұмыс жасап жатырмыз. 4 проектімен жұмыс жасап жатырмыз. Наоборот, уақытта тез істеу үшін мен уже так массажым болды ма, қазір фитболда жұмыс жасап жүрсем, так қолда ұстаймын, одан кейін так деп уже немді бөліп тастаймын. Әр неге ме? Уақытқа мен не істемеймін, уже қазір үйреніп қалдым, мен басында мен жаңағыдай тоже санап сөйтіп жүрдім. Сосын уже кәдімгідей понимание келеді, ол жағынан қойып. Уже түсіне бастайсың да, уже уақытым жақындап келе жатыр. Или жақын көрінетін жерге сағат қойып қоюыңа болады. Мысалы, мен сөйтіп барасың ғой бірінші барамын. Жоқ. Баланы қарайсың деп, мына жерде сағат бар, үйлер болды менде. Енді Құдай да көмектескен шығар деп ойлаймын. Дәу сағаттар тұрады андай жерде ше. Кірдім, бастадым деген кезде қарап жібересің примерно. Жасап отырасың ғой, қарап қоясың, арасында мойнына келдің ба қарап жүресің. Примерно 20 минутым әлі бар. Уже соған расчет жасап примерно істеп отырасың. Үйренесің. Или мен мысалы мынандай кішкентай андай пейджик сияқты не болды ғой, сағатик кішкентай. Сондай қойып қоятын болдым басында. Анау уақытын қарап аламын да, қасында тұрады, зато не істемеймін. Сосын уже будильник қоятын бастадым. Сосын вообще қажет болмайды. Сен уже автомат сезіп тұрасың. Ох дейсің. Мен бір әлі күнге дейін будильник қоямын, потому что мен андай Мен кіріп кетемін. Мойнына кіріп кетемін. бір кіріп кетесің ғой, бірақ өзің артыңнан стоп береді саған. Сен болдың, сен до конца бітірдің деп. Ерте бітіріп тастаймын да, уақыт қалып қояды, 15 минут уақыт қалып қояды. Мамасынан болды давай деп айта алмайсың ғой. Олар уақытпен. Сол үшін опять жаттығуын жасаймын, фитбол жасаймын. Шын кәдімгідей уақытпен бітіремін. Қазір қандай Мен ерте бітіріп қоямын. Басында сол уақытпен